Учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. 42 бабы 3 тармағын ресми түсіндіру жөніндегі елбасының өтініші бойынша бүгін Конституциялық кеңестің шешімі шықты. Рауан Мыңбаевтан білейік. Қазақстан президенті мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына жауапты лауазымды тұлға, адам құқықтарының кепілі әрі халық пен билік бірлігінің нышаны. Конституцияның 42 бабы 3 тармағы президент өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға негіз болатын бірнеше себепті қамтиды. Дегенмен елбасы таяуда Конституциялық кеңеске ресми өтініш жолдап, ата заң аясындағы құқықтарын түсіндіріп беруді сұрады. Елде мерзімінен бұрын президент сайлауы болмайды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Конституциялық кеңеске жолдаған өтінішіне орай түсініктеме берді. Президенттің айтуынша басқа елдерге қарағанда Қазақстан Конституциясында мемлекет басшысы қызметінен қандай жағдайда өз еркімен кете алатыны нақтыланбаған. Конституциялық кеңеске сол себептен өтініш білдіргенін айтты. Конечно, всех интересует самый интересный вопрос – это выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте. Там все четко расписано. Когда выборы происходят, когда срок проходит. Да, у президента по Конституции, законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать. Еске салайық, Нұрсұлтан Назарбаев Конституциялық кеңеске президент өкілеттігін тоқтату туралы тармақты ресми түсіндіру жөнінде өтініш білдірді. Қазақстандықтар, отандастар, ардақты ағайын, қадірлі әріптестерім, Нұр Отан партиясының мүшелері. Еліміздің аса маңызды тарихи сәттерінде халқыма үндеу жолдайтынымды білесіздер. Бүгінде баршаңызға үндеу жариялағалы отырмын. Бірақ бүгінгі үндеудің маңызы өте басқа және зор деп санаймын. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Президенттің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, оның өкілеттігі қалған мерзімі аяқталғанға дейін Сенат төрағасына беріледі. Содан кейін жаңа президент сайлауы болады. Қазір өздеріңіз білесіздер, парламент Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Оны сіздер жақсы білесіздер. Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттігі қалған мерзімге парламент Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа көшеді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Қымбатты отандастар, бүгін елімізге және әрқайсымызға қатысты аса маңызды үндеу жариялап отырмын. Еліміздің Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымында өткізу туралы шешім қабылдадым.